Ресейдің қазақ жерін басып алуының аяқталуы. Құрметті балалар, бүгінгі тақырыбымызда Қазақстанның Ресейге қосылуының салдарына, патша үкіметінің Қазақстандағы отарлық саясатының бұрынғыдан да күшейе түсу себептеріне тоқталамыз. Қазақстанның Ресейге қосылу салдары және Қазақстандағы патшалық отарлау саясатына келетін болсақ, 18 ғасырдың 30 жылдары басталған Қазақстанның қосылуы 19 ғасырдың 60 жылдары аяқталды. Қазақ жүздерінің қосылуы әртүрлі сыртқы саяси және ішкі жағдайларға байланысты өтті. Орталық Қазақстан, одан соң Орта Азияның Ресейге қосылуы Британия империясымен бақталастықта артықшылыққа ие болды. Патшалық әкімшілік саяси реформалар мен басқарудың дәстүрлі жүйесін жойды. Көшпелілерді жарамсыз жерлерге ығыстырып, орыс қоныс аударушыларын орналастырды. Қазақстанның Ресейге қосылуы процесінің сондай-ақ жағымды жақтары да болды. Көшпелілер мен қоныс аударушылардың арасында шаруашылық айырбас, яғни сауда дамыды. Өкімет саясатына қарамастан қазақ және орыс халықтарының достық қарым-қатынасы мен байланысы нығая түсті. Жетісу мен оңтүстік Қазақстанды басып алудағы әскери отарлау қимылдарының арқасында патшалық Орта Азиялық аймаққа шықты. Сол себепті ол біраз уақытқа ағылшын билігіне тойтарыс берді. Сенсияндағы Ресей елшісі Петровский былай деп жазды: орыстардың Қоқан хандығын жаулап алуына байланысты жағдай айтарлықтай өзгерді. Әлсіз хандардың орнына көшпелілерді өз қаруының жеңістерімен қорқытқан, оларды өзіне нақты бағындырып, оларға тәртіп орнатып, және олардың өздерін өз еркі тәуелсіздігінен бір жола айырған орыс мемлекетінің күшті билігі келді. Ресей шеңберінде өлкенің өзіне қаратып алған тұрғындарына империялық билікті жедел енгізу идеясы тарай бастады. Оның көптеген жақтастары тек қана шенеуніктер мен әскерилер ғана емес, сондай-ақ дінбасыларының арасында да болды. Дінбасылар келген азшылдықтың жергілікті көпшілік жұрттан артықшылығы болуын қалады. Ресей Қазақстанды өз экономикасының мүддесіне пайдалану жоспарын құрды. Ертіс, Есіл, Іле және басқа өзендердің жағалауына жақын көптеген казак және басқа шаруалар қоныстарын салу Қазақстан табиғатына түзелмейтін апат әкелді. Қазақтарды құнарлығы аз, құрғақ жерлерге ығыстырды. Қарусыз қырғыз өз құқықтарын қорғаудың құрбаны болып қалды деп жазды Жетісу қазақтары туралы зерттеген әйгілі саяхатшы Семенов Теншанский. Кең байтақ өлкедегі әкімшілік саяси және сот басқару жүйелеріне реформа жүргізу қажеттігі туды. Реформа басқарудағы көне қазақ қағидалары мен Ресей капитализмінің кеңінен даму мүдделері арасындағы сәйкессіздікті жоюды мақсат етті. Петербург сарайы өз елінің өркендеуші өнеркәсібінің мүддесі үшін Қазақстанды отарлау мен игеруді жеделдету керек деп шешті. Қазақстан Ресей империясының отары болды. Қазақ-орыс байланыстарының жолға қойыла бастауы әрине орыс патшасы 4-ші Иван билік құрған кез деп қарастырған жөн. Қазақстанның Орта Азиядан орыс мемлекетіне, немесе керісінше әр жақты байланыстарының транзиттік рөлі халықаралық байланыстарды кеңейтті. Қазақстанға жақын Тобольск, Тара, Томск және басқа да қалалар мен елді мекендер орыс-қазақ сауда байланыстарының да жолға қойылуына алғы шарттар дайындады. Орыс мемлекетінің Самара, Саратов, Қазан сияқты қалалары да ірі саяси экономикалық орталықтар ретінде
Қазақстанның сыртқы жағдайының Ресеймен мүдделес болуына себепші болды. Яғни 18 ғасырдың 30 жылдарына дейін орыс-қазақ байланыстары өз дамуында белгілі дәрежеге жетті. 18 ғасырдың бірінші ширегінде бірінші Петр патшаның шығыс саясатында Қазақстанға мән беруі, солтүстік соғыста Швецияны жеңген Ресейдің қазақ хандығымен кең байланыс жасауға ұмтылуы түсініктеді. Князь Бекович Черкасскийдің, подполковник Буккольстің, майор Лихаревтің, подполковник Ступиннің әскери барлау экспедициялары қазақтарды көрші Жоңғария шапқыншылықтарынан қорғауда елеулі роль атқарды. Орыс-қазақ қарым-қатынастарының жаңа сапалық дәрежеге көтерілуі Ақтабан шұбырынды кезеңінде ерекше көрінген еді. Жоңғарияда қазақтардың мүддесін қорғайтын елшілік миссиялардың қызметі Ресейдің қазақ халқы алдында беделін көтерді. Қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы азаттық күресі Ресей сияқты үлкен елден қолдау алуына жол ашты. Әрине, қазақ феодалдарының бәрі бұл тарихи бетбұрысты бірден қолдай қойған жоқ. Әрі патша үкіметі де көп ұзамай ашық отаршылдық саясатын бастады. Әйтсе де патшалы Ресейдің сол отаршылдық саясатына қарамай, бұл қадам маңызы жағынан прогресстік құбылыс болып саналады. Қазақ халқының шаруашылық, саяси, қоғамдық қатынастарында феодалдық патриархтық шыңыраудан шығаруға жол ашқан құбылыстар қалыптасты. Бірте-бірте патшалық дара билеу қысымының күшеюі езілген қазақ, орыс және Қазақстанды мекендеген басқа да еңбекшілер санасының ояна бастауына әсер етті.